Қарақалпақтар біртұтас халық болып Алтын Орда дәуірінде қалыптаса бастады. Халықтың негізгі құраушы 6 арысы ерекше айтылады. Олар Мөйтен, Қоңырат, Қытай, Қыпшақ, Кенегес және Маңғыт. Алтын Орда ыдырағаннан кейін Ноғай ордасының оңтүстік-шығыс бөлігіне қоныстанып, Арал теңізі мен Сырдарияға жақындай түсті. 17 ғасырда ноғайлардың ыдырай бастауы, Қазақ хандығының күшеюі салдарынан қарақалпақтар қазақ хандарының қол астында болып, Арал мен Сырдария жағалауында көшіп қонып жүрді. Тіпті Тәуекел хан дүниеден өткесін Қазақ ордасындағы Есім мен Тұрсын хандардың дағдарысы кезінде қарақалпақтар саяси билікке ие болған. Сыр бойындағы бекіністі жаулап алған қарақалпақ билеушісі Әбдіғаппар деген адам өзін хан деп жариялайды. Алайда оның Шыңғыс ханның тұқымынан еместігі жария болып, Есім хан бастаған әскер Әбдіғаппарды шауып, осыдан кейін қарақалпақтар қайтадан қазақ хандығының құрамына қосылады. Қарақалпақтардың бір бөлігі әйгілі Сібір ханы Көшімнің ұрпақтары Күшік, Есім, Мұхаммед, Жәңгір, Хайып деген ұрпақтарының да қол астында болған. Шығыстағы жоңғарлардың басып кіруі қазақ пен қарақалпақтың татулығын одан әрі күшейтіп жіберді. Тәуке ханның тұсында қарақалпақтардың Қоңырат руынан шыққан Сасық би қазақ хандығының құрамына қосылып, тіпті жасы 85-ке келген Сасық би ақсақал қазақ ордасында билер кеңесін басқарған екен. Ал бірлігі жарасқан қарақалпақтар мен қазақ әскері тізе қосып, жоңғарға қарсы соғыста ерлік көрсетті. Аңырақай шайқасында Ұлы жүздің 17 мың әскерінің 2,5 мыңы қарақалпақтар болған. Оны Қарақалпақтың Қылышбек пен Жангелді деген 2 батыр бастаған. Кейіннен Кіші жүздегі Батыр Сұлтанның ұлы Қайып деген адам Хиуаның тағына отырады. Оның әкесі Батыр Сұлтан да кезінде Хиуаның билеушісі болған еді. Батыр Сұлтан мен Қайып ханның кезінде қарақалпақтар 1731 және 1743 жылдары Ресейдің қол астына өтуін сұрап елшілік жібергенімен елшілік мақсатына жете алмады. Себебі бұл кездері жоңғарлар Сырдарияға жетіп қарақалпақтарға шабылуды күшейтіп жіберген еді. 18 ғасырдың соңына қарай қарақалпақтар Хиуа жеріне қарай ығыса бастайды. Осы кездері қарақалпақтар қатты қысым көріп, Ресейге 1722, 1732, 1743 жылдары 3 мәрте елшілік аттандырғанымен жер шалғай, әрі жоңғарлармен соғыстың салдарынан Ресейдің бұл аймаққа қарай ықпалы жүрмейді. Осыдан кейін 1758 жылы Күшік Қожа атты қарақалпақ биі бастаған елшілік Қытайлық Цин империясына елші болып барады. Сол кезде тақта отырған Цянлун қарақалпақ елшілерін қабылдап, қарақалпақтарды өз қол астына алуға шешім қабылдайды. Бұл кезде жоңғар мемлекет ретінде тарих бетінен жойылған болатын. Ал Цин үкіметі жаулап алынған Шығыс Түркістанға өз билігін орнатып, Шыңжаң аймағын құрып жатқан кездер. Алайда сөз жүзінде қарақалпақтарды өз қол астына алуға келісім бергенімен, Цин империясы мұны іске асыра алмайды. Себебі ортада Абылай хан бастаған қазақ ордасы жатқан болатын. Осылайша жоңғарлар елін жер бетінен жойып жіберген император Цянлун қарақалпақ еліне табаны тиместен Шығыс Түркістанды қанағат тұтуға мәжбүр болды. Жоғарыда біз кезінде Сібір хандығын билеген Көшім хан мен оның ұрпақтары туралы бекер айтқан жоқпыз. Міне осы Көшім ханның ұрпақтарына бағынып жүрген қарақалпақтардың бір бөлігін олар үнемі Ресейге қарсы көтеріліс жасап отырған Башқұртстанға көмекке жіберіп отырды. Ал қарақалпақтардың негізгі бөлігі Хиуа хандығына қарсы үнемі наразылық білдіріп, 1827 жылы Айдос би, 1855-1856 жылы Ерназар Алагөз бастаған үлкен көтерілістер болды. Кейіннен Хиуа хандығын орыс әскер жаулап алғаннан кейін ғана қарақалпақтар Ресейдің қол астына өтті. Осылайша кеңестік кезде қарақалпақтар 1930 жылдың 20 шілдесінде Қазақстан құрамынан шығып, Мәскеудің тікелей бақылауына өтіп, одан кейін 1932 жылы 20 наурызда Қарақалпақ АССР болып қайта құрылып, 1936 жылы 5 желтоқсанда автономия Өзбекстан СССР-ның құрамына берілді. Бүгінгі таңда қарақалпақтар Өзбекстан құрамына автономия ретінде өмір сүруде. Қалай дегенмен қазақ пен қарақалпақ бауырлас халықтар. Біздің арнаны көріп жүрген қарақалпақ бауырларымызға қазақтар атынан сәлем жолдаймыз.